Жас ұрпақты ұлттық тәрбиенің озық өнегелі дәстүрлерімен тереңірек таныстыру, соның негізінде жеке тұлғаны қалыптастыру, оның шығармашылық рухани мүмкіндіктерін, өлкетану жұмысы арқылы отан сүйгіштікке, туған жерін құрметтеуге, зерттеуге баулу менің басты мақсатым деп білемін. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында туған жер бағдарламасын жүзеге асыру, жүрегі елім деп соққан әрбір азаматтың парызы екендігі айтылған. Осы орайда мен оқушыларыма арнап Жуалы ауданының 3 мұражайын жасадым. Мұғалім ретінде мен үнемі ізденісте жүремін. Өзіме тоқталатын болсам, 8 авторлық бағдарламаның авторымын, республикалық облыстық байқаулардың жеңімпазымын. Шәкірттерімнің бойындағы дарындылығын ашуымның нәтижесінде, білім мен тәрбие беруімнің арқасында оқушыларым республикалық облыстық байқауларының жеңімпаздары атанды. Мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі деген нақыл сөздің мәнін ұқтырғандай. Жүрегімнің төрінен орын алған номер 1 мектеп гимназиясы менің жүрегімнің мектебі.